Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Сандуғаш, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін ұйғыр асханасынан мамосяй деп аталатын будай пісетін тоқаштарды дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Ең алдымен бөлме температурасындағы суымызға тұз, қант, жұмыртқа, май, ашытқы және ұнымызды қажетінше салып, қамырымызды илеп, бетін жауып жылы жерге қалдыратын боламыз. Көтерілгенше қалдыратын боламыз. Енді бізге қажетті көкөністер, тәтті бұрыш, пияз, сәбіз, картоп және 3-4 тал сарымсақтар, яғни чеснок қажет болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай пиязымыз, сәбізіміз барлығын кубиктап, майдалап, туралап алатын боламыз. Сәбізімізді туралап алдық, жіңішке етіп, және картопымызды кубик тәріздес етіп турап алдық. Тәтті бұрыштарымызда 2 түрлі тәтті бұрышты пайдаландым, және чесногымызды майдалап турап аламыз. Енді қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, алдымен фаршымызды жақсылап, тұзымызды сеуіп, қызартып қуырып аламыз. Соңынан пиязымызды және томатымызды салып, және қалған көкөністердің барлығын салып, қуырып алатын боламыз. Мінекей сәбіз, тәтті бұрыш және чесногымыз, картопымызды барлығын салып, қуырып, үстінен суын құйып, бұқтырып, демдеп қоятын боламыз. Мінекей тұз, паприка, қара бұрышты пайдаландым. Дәмдеуіштер енді әркімнің өз қалауы бойынша. Енді суымызды құйып, мінекей қажетті мөлшерде суымызды құйып, қазанның қақпағын жауып қалдырдық. Енді мінекей осы уақыт аралығында біздің қамырымыз ашып, көтеріліп, дайын болған екен. Енді оны 2-ге бөліп және бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мінекей мен көз шамасында барлығын бөліп алдым. Барлығын бөліп, дайындап, мінекей дөңгелек пішінге келтіріп алдық. Енді барлығын жайып алатын боламыз. Қатты қалың етпей, жұқа етпей, осындай самсаның қамырындай тәріздес етіп жайып аламыз, және ішіне майымызды жағып, 2 бүктеп, мінекей осылай барлығын дайындап аламыз. Және мантаваркада мінекей барлығын жайғастырып, пісіріп алатын боламыз. 30 минут шамасында, 25-30 минут шамасында пісіп, мінекей булочкаларымыз, яғни тоқаштарымыз дайын болады. Мінекей осы уақытта подливіміз де дайын болды. Мінекей осылай салып, ұсына берсеңіздер өте керемет. Енді дәмі өте ерекше болды. Менің ас мәзіріме плюс 1 тағам ретінде қосылды. Маған өте қатты ұнады. Және отбасы мүшелеріне де өте қатты ұнаған тағамдардың бірі болды. Расымен де жасап көріңіздер, өте керемет, дәмді, ерекше тағамдардың бірі. Ас болсын, міндетті түрде осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, жанындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Келесі жолы түрік булочкалармен бөлісетін боламын. Арнамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.